Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 43-ші сабақ. Өнерлінің өрісі кең. Құмға салған сурет. Ертеде Әбілхан деген бала болыпты. Оның әке-шешесі ерте қайтыс болыпты да, бала жетім қалған соң, амалсыздан байлардың қойын бағып күн көріпті. Ол байлардың қойларын бағып береді, ал байлар оған тамақ береді. Сөйтіп бала күн көріп жүріпті. Оның сабақ оқуға, әріп тануға, баруға ешқандай мүмкіндігі болмайды. Жұрттың балалары хат танып сабақ оқып жүреді. Ал Әбілхан болса, күйемен тастың бетіне сурет салады. Сұқ саусағымен құмға сурет салады. Немесе қашау бәкісін алып, балшықпен ағаштан мүсін жасайды. Түргенбай деген қарт ұста Әбілханның бұл өнерін көріп айтады: әкең Қасти марқұм үндемей қойды бағып жүре беретін еді. Мынауың біз білмейтін өнер екен. Саған сурет салу үшін оқуың керек. Сурет салуға талабың бар екен дейді. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа болады ғой дейді. Осы сөз Әбілханның алдынан бақыт шырағы сияқты болып жылтырайды. Бірақ жұрт қатарлы оқуға күш қайда. Әрбір әріпті әркімнен сұрап, оны құм бетіне түсіріп жүріп, жазып оқуды үйреніп алады. Білсем, үйренсем деген құштарлық барған сайын күшейе береді. Ақыры бір кеште өгізге жайдақ мініп алып, Әбілхан Сағымбек деген атаға қарай жол жүреді. Ол ата елге аты шыққан шежіре ата еді. Мүмкін сол кісі маған жол көрсетер деп ойлайды. Атаға келсе үйінде отыр екен. Ау, ұланым, не сұрап келдің маған? Тай сұрап келдің бе, әлде тон сұрап келдің бе дейді. Әбілхан айтады: ата, мен жөн сұрап келдім. Оқысам, білсем деп едім. Бірақ жетім болған соң ақшам аздау дейді. Ата айтады: япырмай, бұндай сұрақпен келген баланы бірінші рет көруім деп таң қалады. Көп ұзамай Әбілхан шежіре қарттың ақылымен және қарттың берген азнаулақ ақшасымен ауылдан Жаркентке келеді. Бір сыныптықта білімі жоқ суретшінің өмір жолы осылай басталды. Талай кедергіге жолықты. Ата-баба айналысып көрмеген өнерге жол табу оңай болған жоқ. Сонау 1929 жылдары өнер іздеп, оқу іздеп Алматыға келгенде де хат танымайтын білімі жоқ жігітке оқу табыла қоймады. Қазақтың сурет өнерінің ең басында тұратын атақты суретші Әбілхан Қастеев атанарын ол кезде ешкім де ойламаған еді. Құмға сурет салудан бастаған балалық талап үлкен өнерге осылайша жол салды. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Сабақ қызықты болды деп ойлаймын. Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.